Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді осындай етті пирог дайындаймыз. Өте жұмсақ. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы айранға содамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды араластырамыз жақсылап. Өте оңай, дайындап көріңіздер. Сармайымызды ертілген саламыз. Жақсылап араластырып, енді ұнымызды саламыз. Аз-аздан үшке бөліп салыңыздар. Бірден салмаңыздар, өйткені ұнның тығыздығы әртүрлі, соған байланысты. Қамырыңыз қатты болып кетсе, жұмсақ болмай қалады пирогымыз. Сондықтан міне қамырымыз дайын, енді 30 минутқа қойып қоямыз да. Салмасын дайындаймыз. Фаршқа картошка, пиязымызды қосамыз, тұз, қарабұршымызды саламыз. Сұйық май қостым мен, сіздер сары май қоссаңыздар болады. Сары майды әлі емес, кейінірек фаршты қамырға салғаннан кейін бетіне саласыздар сары майды. Міне фаршымыз дайын, енді ұнымызды жайып, духовкамызды қосып, міне ұным дайын, мен жайдым. Астын қалыңдау қылып алдым, үстін жұқалау қылып алдым. Енді салмамызды саламыз. Өте дәмді болады. Қамыры өте жұмсақ, сорпасы ағып тұратын болады. Дайындап көріңіздер. Міне осы кезде сіздер сұйық май қоспасаңыздар, фаршқа бетіне сары май қосып жіберсеңіздер болады. Бөліп. Міне кеңіз енді шет-шеттерін қысып, бетіне сармай жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді араластырып жағамыз. Некеңіздер дайын, енді ортасынан буы шығу үшін кішкене тесіп қоямыз. Духовкаға 15-20 минутқа салып аламыз. Некеңіздер өте жұмсақ пирогымыз дайын, дәмді. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Міне кеңіздер. Өте керемет шығады, дайындап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, бір-бірімізді қолдап отырайық. Келесі кездескенше достар.